Демесең түнгі түнде оқылатын намаздың барлығын тахаджуд деп айтамыз. Ал енді құптаннан басқа құптан болса, енді құптан өзінің парыз намазы болады. Тахаджуд деген түнгі намаз, түнгі серуен дейміз ба. 5 жыл сізбен бірге ораза ұстап сәресін сізді күтіп от бастаймыз дейді. Тамаша, Алла разы болсын. Ауыз берген кезде түкіріп жұтсам жұтай бер. Сізге некені сваркілетуге бола ма, жазып қойса болады. Жазылмай-ақ келе бер, осындамыз. Ораза ұстау үшін күйеуінен рұқсат сұрау маңызды ма? Енді айтқан жақсы ғой, үндемей біліп ол шпион сияқты бір үйде тұрып екеуің бөлек шаруа істеген жақсы емес. Рұқсат дегенде хабар берген жақсы. Негізі Рамазан оразасына ешкім рұқсаты талап етілмейді, бірақ қалай болғанда да құрмет болу керек. Түкіріп жұтсаң аузың ашып кетпей ме дейді. Біреудікін жұтсаң ашылады, біреудікін. Өзіндікін жұтсаң болып ештеңе етпейді. Қайда жүрсеңіз аман болыңыз. Рахмет. Ауыз ашарға шақырсақ, қай уақытқа боссыз дейді. Негізі мен ауыз ашарға көп шыға алмаймын, өйткені кешке эфирім бар да, телеканалдашы. Прям сол телеканалдың өзінде тікелей аузымды ашамын да, соны арғай бағдарлама жүргіземін. Сол бағдарламаны жүргізіп шыққанша бәленше уақыт болады, сонымен ауыз ашарға бара алмаймын. Кеш болып кетеді, елің бәрі күтіп сарғайып қалады. Сондықтан енді елдің бәрі ауыз ашарға барса біреу қызмет істеу керек қой, сол қызмет істеп жатқан мен болып тұрмын. Ауыз ашарда қонақ, той етіп жасауды қою керек дейді. Ананы қою керек, мынаны қою керек, енді жасасында енді вообще, мысалы өзің ойлашы, бай бақуатты адам, ешкімге ештеңе бергісі келмейді, айтсаң бермейді, зекетін бермесе, басқадан енді бір ағайын шақырып, бір өзі қолындағысын жасаса, енді анау болмайды, мына жақта мен шығайын болмайды, ана жақтан бір өзінше бір молда шықсын қарам деп, сонымен не боламыз өзі? Өзі бермесе де бай жақсы, жемесе де май жақсы демей ма? Сондықтан енді бір жасаған екен шашын, ол арақ құйып жатқан жоқ қой. Неге араққа жабыспайсың нәрселер? Арақпен тойды қою керек осы. Арақ деген тойды жақсы емес осы. Вино қойғанды, арақ қойғанды қою керек деп айтсашы. Соны айтайық та, сол маңызды ғой. Сәресі тұрамай қалса не болады? Кешке дейін аш жүресің, ниетің қабыл болады. Ниет қыласың, бірақ тамақ ішпейсің, иә? Аяқты қою керек әрине дейді, дұрыс айтады Руслан. Руся біледі. Оразада охота жасауға бола ма? Негізі охота болады, өзінің шарттары болса. Охотаның бас жоғаяғы жоқ, мылтық алып, садақ алып, рогаткамен ата бермеу керек. Өзінің уақытысы болады. Ататын, жаңағы балапан баспайтын уақытта, жұмыртқа тумайтын уақытта, балықтар уылдырық шашпайтын уақытта, мемлекеттің рұқсатыменен, тәртіппенен болу керек, әйтпесе браконьер болып ата берген дұрыс емес. Өзіге түсуге бола ма ораза дедім дейді. Болады. Өзіге, басқа аппараттардың бәріне түсе берсеңіз болады. Оразада боқтап қойса күнә ма дейді. Ораза болмаса боқтай берейін деп пен көрсетем, мен саған боқтаған былай боқтайды деп, болмайды. Боғауызды қояйық. Біз аузымызды жақсы сөзге толтырайық. Оразада да, оразадан кейін де өткенде бір кездесуге барсам, студенттермен бір қыз айтады, 3 жыл ұстау керек екен ғой оразаны дейді. 4-ші күнде сен 4-ші жылда сен арақ ішейін деп пен сразу. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Ондай нәрсе жоқ, толығыменен атқарылады. Қандай мәселе? Қандай мәселе? Өз мәселем. Келіңіз. Кеше түске дейін кісілер қабылдадым. Негізі алдында сізге жазған едім, сіз сапарда болдыңыз. Өзім Астана қаласында тұрам, жалғыз баспанамын, жақын арада әкем кетіп еді. Имантыласына. Сол сізге арнайы оқытылайын дедім, онда болма. Балаларым бірінен кейін бір ауырып, одан біреу гипс болып,
не жолым. Жолымды ашып бермеймін. Жолыңды ашсын деп. Иә, қалай болады деген. Әкеңіз қайтыс болды, анаңыз бар ма? Анам 16 жасында қайтыс болды. Қазір өзім жаудап тұрам. Алла жарылқасын, екеуін тұраған және қылсын. Былай қыласын қарындасым. Ең жақсы дем оқыту, ең жақсы жол салу, жолыңды ашу адамның қолында болмайды. Адам жолын ашамайды. Мен қолымнан жолдың бәрін аша берсем, мен өзім жолымды ашып аладым. Сен жолын ашпайды емес қашан. Адам өз бақытын өз ашады, өз жолын өз жетектейді, өзінің қолында болады. Қазір саған әкел отыр, 50 мың әкел, оқып берем десем, ол өтірік болады. Мысалда 10 мың болады, қағарыңыз. Сондықтан ең жақсы жол ашу дұғасы сен өзіңде болады. Мысалы, мен тамақ ішіп отырсам, сен маған қарап отырсаң, кімнің қарны тояды? Менікі ғой, жеген адамның, дұрыс па? А сен қарап отырасың, ютубты көріп отырсаң, тамақ жегенді, кімнің қарны тояды? Сол сияқты алтыным, сен өзің оқы. Мұсылман қорғаны деген дұға бар, дұғалар кітабы бар. Сонымен намаз, кітапты білгенше бүйтіп жазып, қасыңа қойып жазып алып, өзің оқы алтыным. Өзің айт, өзің талпын. Сонда пайғамбарға да келіп бір адам менің жолымды ашып бересіз ба, маған жәрдем етсе дұға қылып бересіз ба дегенде, мен дұға қыламын дейді. Бірақ сен де өзің жәрдем бер сол дұғаға дейді. Қалай дейді? Бикәсрати суджуд, өзің де намаз оқы дейді. Өзің де сұра дейді. Сондықтан алтыным, сен өзің сұра. Содан кейін қосымша біздікін қоссаң, онда жақсы болады. Оны қазақта бата алу дейді. Ол батасын беріп жүрміз енді. Атыңды айтпасақ та, әр қазақтың қызы өзің сияқты, әр қазақтың азаматы жақсылыққа жетсін деген мәселе алтыным. Сондықтан дұрыс түсініп отырмын. Bir қайғы қосылып, Алла жеңілдік берсін, жаным денің сау болсын. Балалардың басын ұстап тұрып, Фатиха сүресін жаттап ал, білмесең. Фатиха сүресін жаттап, балалардың басын сипап, сүф десең, маманың, ананың дұғасынан жоғары жер бетінде дұға жоқ. Ең потолок сенің дұғаң. Сенен артық дұға жоқ балаларыңа. Ешкім одан артық кете алмайды. Сондықтан сенен сұранарым өзің жаттап, өзің оқы. Содан кейін бір аптаның кез келген күнде балаларды маған алып кел, басын сипап дұға оқып қоямын. Соң бірге жарай ма? Сөйт алтыным. Алла жеңілдік берсін. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي أبواب الرحمة والمغفرة والدولة والسعادة والسلامة والعافية والعاقبة الخير. Allah Teala ahvalыңызға жеңілдік, әрбіріңізге береке берсін, дұға тілегіңіз қабыл болсын, дүниеден өткен марқұмдарыңыздың тұрағы жәннет болсын. Алла Субханала ва Тағала, я Раббым, Алла өзіңе ғана тәуелді, өзіңе ғана мұқтаж қылғайсың. Аллах Теала адамдарға біреуге тәуелді қылмасын өзіңізді, әр қазағымызды, ұлтымызды тәуелді қылмасын. Алла Тағала ел жұртымызға тыныштық беріп, Құдайым көпті жарылқап, көптің ішінде сізді жарылқасын. Раббана әмәнна фағфир лана вархамна ва анта хайрур рахимин. Жақсы жан, бақытты бол. Алла разы болсын. Сізден сұрайын дедім, кеше келген кезде әпкеден сұрап едім, осы имам біреу жазады деді, продукты питания біреу. Ана кісілерге жазылып қой, тізімге. Жаңа сұрасым айтып, біз жаздыңыз дейді. Жоқ, ол кісі кетіп қалған, жаңа болған. Маған жазып беріңіз. Ғабит деген ақсақалға жазып бердіңіз, ата отыр. Ғабит деген ата, мен айттым деңіз, жазбасынсыз да, хабарласамыз. Жақсы. Ауыз берік кезде ютубтан біреудің тамақ жеп отырған видеосын қарауға бола ма? Болады. Сараптап, тіліңнен сілекейің ағып біреуге қызығып қарап атай деп пен. Қазір сондай бір ауру бар. Малдың емгенін, біреудің тамақ жеген асмерді қарап отыратындар бар сөйтіп. Қарап отырып, жаңа торғайдың балапан жегізген, қазір емізген торғай балапанына аузына тамақ салған видеоларды көрсеңіздер, тиктокта, инстаграмда просмотрлар өте көп, миллионнан асып кеткен. Неге? Не бар өзі? Тамақ жейді, балапан сияқты жейді шат, соны көріп отыра беретіндер бар. Бұл өзінше бір кесел. Қазіргі уақытта психологияда соның бір аты бар, атын тілмен шығып отыр, тілмен шығып отыр. Сондықтан осындай нәрселерге қарай бергеннен пайда жоқ, сен одан гөрі өзіңіз ішіңіз. Ауыз берік кезде бірақ оразаңыз бұзылмайды. Қызбен кездесуге, танысуға бола ма оразада дейді. Қандай ниетпен? Үйленетін ниетің болса, көрі ата-анасының рұқсатын алып алдынан өтіп таныс.
Когда уразу держишь, можно ли спать с мужем? А что хотел, с соседним, что ли? С соседским мужем лежать, что ли? Нет проблем. А что, не надо ночевать дома, что ли? После разговения, то есть когда уже ураза закончила вечернее время, нет проблем. Жизнь течет своим руслом. Никаких проблем. Но при этом надо с утра обязательно сделать усул, то есть искупаться, и дальше продолжается ураза. Фактически, знаете, вот многие, оказывается, не знают, что действительно месяцами муж к своей супруге не подходит. Нет, так делать нельзя. После ауза шара нет проблем. Өзіңді дем салып шықтауға бола ма? Болады. Білген, мысалы, Фатиха сүресін оқып, 7 рет қолыңызға жай ғана төбелеп, өзің денеңді сүртіп қоясың, басыңды сүртіп қоясың, болды. Мысалы, Фатиха деген кем дегенде. Хиджама жасатуға бола ма? Хиджаманы жасатуға болады, ешқандай мәселе жоқ. Бірақ дәрігермен кеңесу керек. Егер әлсірейтіндігіңіз болса, онда қаныңыздың құрамы сәл төмен болса, онда оны істету мәкрух болады, әдепсіздік болады, әлсіреген үшін. Бірақ жалпы адам қуатты болса болады дейді, егер әлсіз болса болмайды дейді. Шайыр сайнауға бола ма? Шайырда дәм бар ғой. Дәм болған үшін ораза бұзылады. Ал енді дәм болмаса, бір баяғы динозавр заманда біреу шайнап тастаған шайырды тауып алып шайнасаң, әдепсіздік болады, бірақ оразаң бұзылмайды. Дәм жоқ. Нафтизин себуге бола ма? Болады. Бірақ артқа былай жұтып қоймауға тырысу керек. Тіс жұғызуға бола ма? Оразада болады. Түкірігін жұтпаңыз, суын жұтпаңыз, қаныңызды жұтпаңыз, түкіріп атсаңыз болады. Мен ұлтты бірінші орынға қоям. Сол үшін сен сұрап атсың, сенде қазақша киім де жоқ. Мен ұлтты жоғары қоятындығым, үстімде киімнен ақ көрсең болады. Нағыз ұлтты жоғары қоям. Қазір бары бола береді дейді. Жоқ, олай емес. Болмайды, нәрсе болмайды. Сүйісуге болмайды. Арақ ішуге болмайды. Неге бола береді? Енді сен ойыңда солай шығар. Оразада тырнақ жапсыруға бола ма? Негізі оразаға тырнақтың қатысы жоқ. Кеше біреу айтады, аяғым гипс қой деп. Аяғыммен тамақ жесем бе десем жоқ дейді. Сол сияқты, причем здесь кірпік, и қандай қатысы бар? Ауыз. Енді кірпікті шайнап жеп қойсаң, онда бұзылатын шығар. Бірақ оразамен қатысы жоқ кірпіктің. Или тырнақ, маникюр. Маникюрмен ұстауға бола ма? Причем здесь маникюр? Маникюрмен ұстай бересің. Маникюрге дәретің болмаса, қосылың болмаса, оған әделенше сұрақ болады тазалығыңа. Ал енді не өте береді? Өте береді. Оразада жүніп болып ауыз бекітуге бола ма? Ауызың бекітіледі, бірақ кейін ғұсыл алу керек. Гвоздика соруға бола ма? Кейбіреулер солай тәжірибені жасап жүр, бірақ бұл мәкрух. Неге? Өйткені ауыздағы иістің өзі. Хадисте солай келеді. Ол саған ұнамауса да, ол мисктің иісіндей деп айтылады. Сондықтан Алла үшін болған нәрсе тазарып атқан процесс деп түсініңіз. Мұрынға арналған дәрі еріксіз тамаққа өтіп қалса ораза бұзыла ма? Бұзылады. Ерікті, еріксіз, егер әдейілеп істесең, 60 күн ұстайсың. Екі-үш сұрақ сұрадым, жауап бермейсің. Мен жауап бердім. Оқыдым, көрдің ба? Ауызда жиналып тұрған түкірікті байқаусызда жұтып қойсаң, бұзыла ма? Бұзылмайды. Қанша жинап жұтсаң да бұзылмайды. Түкіріктен жалпы ораза бұзылмайды. Аузына жинап жұту мәкрух, әдепсіздік, бірақ оразаны бұзбайды. Баланы піштіруге бола ма? Оразада болады. Үйлену үшін қанша рет шариғат бойынша кездесу рұқсат етілген? Мәселе оның санында емес. Мысалы, сіз 3 рет бар, енді 3 рет хитба деп қояды. 3 ретте хитбада сөйлесе алмай қалуы мүмкін. Қыз көрінбей қалуы мүмкін. Ол саны маңызды емес бізде. Ол шариғат бойынша тек қана осыдан арысып кездеспейді деген жоқ, ондай сөз жоқ ол.
адам тану керек, ол тағдыр, ол өмір, ол баяғы заман емес. Әкесі бар десе бара беретін, кел десе келе беретін, бала аласын десе ала беретін. Сондықтан біз заманындамыз, әлбетте құшақтап сүйісіп кетпе, бірақ қалай болғанда кездесіп, көріп, танып, ертесі өмір ғой ол. Саған малай емес, құл алып атқан жоқсың. Базардың өзінде сиыр сатып алсаң, қой сатып алсаң қарайсың, былай көтеріп, былай қарап, құлағы бүтін ба, басы бүтін ба, тісі бүтін ба. Адам, сен мал емес қой сойып жейтін, ол адам. Сондықтан қарап көріңіз. 10 рет сұрадым, жауап бермеңіз. 11-ші рет сұрау керек еді, осыны оқитын едім. Ана жылы ораза қарызы болса, биыл ораза ұстай беруге бола ма? Болады, Ғазиза ханым, болады. Сәрені жіберіп алса, әрі қарай ниет етіп ұстай бере ма? Иә, тап солайым. Тамақ ішпеңіз. Тісті жұлдыруға бола ма? Болады. Бірақ сіздер осы оразаға дейін жұлдыратынды жұлдырып, құсатынды құсып, түкірігіңнің бәрін жеп, маңқаңның бәрін жеп алсаң болар еді. Осыны қайта жылда айта береді, жылда сырай береді. Именно пломба салуға бола ма оразада, именно УЗИге өтуге бола ма? Өзі оразаға дейін өтетін жердің бәрін өтіп алшы, айналайын. Тісің бәрін қарады, походу лор врачқа барып ал, тісіңе барардың алдында. Бәрін, бұры скринингтен полный өтіп ал, соң оразаға кірсең жақсы болады. Ауыз ашқаннан кейін темекі шексе. Ауыз ашқаннан кейін темекі шексе, ораза кешке дейін ұстаған үшін қабыл болады. Сауабы кемуі мүмкін, бірақ ауыз ашқаннан кейін болған үшін мәселе жоқ. Бірақ темекі шеге берген сөз емес ол. Тәңіршіл деген исламға қарсы секта ма дейді. Енді олардың да әртүрлісі бар. Кейбіреулер радикалдыққа өтіп, мұсылмандарға тіл тигізіп, ислам дүниесіне тіл тигізіп, сөйтіп жатқандарына заңмен қудалау болады бұйырса, барлығы жазылып тіркеліп жатыр. Қазір исламдар туралы, ислам туралы, мұсылман туралы, пайғамбарымыз туралы аузына ақ ит кіріп, көк ит шыққан шыққандардың барлығының даны жазылып алынып жатыр. Бұйырса олардың барлығын заң аясына жауап беретін болады. Өйткені діни алауыздықты бұзу заңмен қудаланады. Сенбесең сенбей ақ қой, ұстамасаң ұстамай ақ қой. Бірақ біреуде жаңағы абиын түрі түсіріп, пайғамбарына тіл тигізуге жақсы емес. Керек десеңіз орыстардың өзі осы сөзді жазып алып, қиып алып, салып қойсаңдар да ризамын. Орыстың өзі, орыс егер өзінің құдайына орыс тілінде, о боже мой дей ма, білмеймін кім дейді, сол өзінің құдайына орысша, мына мұсылмандар маған қиындық жасады, мына мұсылмандар маған өмірімді қауіп төндірді, мені осылардан құтқар десе, Алла тағала соның күнін жақсы қылып, сенің күніңді соған жығып береді. Неге? Өйткені ешкімге қиянат жасауға болмайды. Ол мұсылман бола ма, ол орыс бола ма, христиан бола ма, кәпір бола ма, атеист бола ма, тәңірші бола ма, кім болса болсын. Сондықтан қиянат ол дұрыс нәрсе емес. Осыны естен шығармаңыздар. Ана барлығын ұру керек, олар шайтандар, тәңіршілер, атеистердің бәрі оңбаған жоқ, олай емес. Олар біздің мемлекеттің азаматы. Бетіне түкірсем, ұрсам, соқсам, өлтірсем, сен содан қай жерің артық болады. Ол айтады, міне мұсылмандардың радикал бәрі, бір нәрсе ұрам, түкірем, жақсы бола ма сонда? Бір-бірімізді боқтап, бір-бірімізге қол жұмсап, сөйткеніміз дінді жақсы көргенің ба, жоқ пайғамбардың солай үйреткені ма? Жоқ діннің солай үйреткені ма? Жоқ, ол дұрыс емес жаным. Тісімді емдетсем, жақсы емдетіңіз. Зекетті кімдер береді? Байлар береді. Мұсылман байлары, мұсылмандық шарт ислам. Картаны жай ойнаса бола ма дейді. Жай арақ ішсе бола ма? Қатты емес былай. Кішкене әшейін ішуге бола ма? Болмайды. Жай адам өлтірген жоқпын, пышақ тығып алса бола ма? Өлтірмеймін мен. Просто аккуратно пышақ тығып алсам бола ма? Болмайды. Бес уақыт намаз оқымаймын. Тахаджуд оқуға бола ма? Болады. Миллион зарплата болса, зекеті қанша? Бермеуім де мүмкін. Өйткені миллион адамның отбасы үлкен болып, зекет қашан беріледі? Зекет сенің артық дүниеңе беріледі. Зекет зарплатаға берілмейді. Зекет артық дүние, обороттағы мәлул тижара дейді. Айналымдағы малға беріледі. Сауда
болу керек сен, оборот болу керек, товар оборот. Немесе алып тығып қойған дүниеңе беріледі. А миллион теңге аласың, үйге бала шағаңа продукт аласың. Мына үкім бар, асли хажат дейді. Адамның өзінің қажетіне жүрмейді. Киіміне, тамағына, жүріс-тұрысына, таксиіне, машинаға, заправкаға миллион бәрі кететін шығар. Оған зекет бермейсің айналайын, миллион алсаңдар. Мысалы біреуге жетпейді миллион. Оған зекет жоқ оған. Дәрі ішіп ұстауға бола ма? Сәресіне дейін, кешке ауыз ашқаннан кейін дәріні іше бер. Бәріміз ішеміз, мен де ішемін дәріні. Негізі Құран оқи алмаймын, бірақ ютубтан текстен қосып оқимын. Дұрыс па? Күшті болады. Өте жақсы сауаптың сауабы. Ораза ұстап едім, 16 жаста едім, ұстауға бола ма? Несін сұрайсың? Ұстап атсаң несін сұрайсың? Ұстай бер, маған несін айтасың? Қабыл болсын. Мақтасын деп атсың ба? Зекет деген не? Зекет деген тазалау деген сөз. Телефоннан дәретсіз Құран оқуға бола ма? Телефон оқуға бола ма? Телефон болады, кітап емес. Кітапты ғана. Егер кітап болмаса, онда ол Құран есебіне өтпейді. Енді құрмет ретінде дәрет алсаң, жақсы. Ауыз ашарда су таба алмай қалсам, қарыз болам ба сосын дейді. Жоқ. Су ішу шарт емес. Коламен аша бер. Не бар, сомен аша бер. Ислам бойынша жет атаға жетпей үйленуге рұқсат па? Енді ала бер деген жоқ қой саған ешкім. Ала деген жоқ. Алыстан ал дептер. Алыстан алыңдар деген бұйрық бар. Яғни айтылмаса ол істей бер деген сөз емес. Мысалы темекі айтылмаған ғой, арақ айтылмаған Құранда. Бірақ ішпе деп атамыз ғой. Құранда таппашы маған водканы ішуге болмайды деген. Жоқ ондай водка деген. Мас қылатын нәрсе бар. Мас қылатын нәрсенің бәрі дегенде соның ішіне кіріп кетеді ғой. Құдды сол сияқты енді водка айтылмаған екен іше берейін десең бола ма? Болмайды ғой. Сол сияқты айтылмаған екен деп екі бөле бір-бірін ала бер деген сөз емес ол. Ешкім алмайды бөлені. Біздің қазақ салтында тем более алмайды жет атаға қарайды. Сондықтан біз жет атаны ұстаған еліміз, дінімізде соны айтады. Сондықтан альхамдулилля біздің салтымыз бар, дәстүріміз бар. Сондықтан соны ұстауымыз керек. Ауыз бекітпей, ауыз ашарға баруға бола ма? Үйдің иесі білу керек, аузың бекітілмегені, жоқ келе бер десе бара бересің. Тек қана ауыз ашар ретінде ауыз ораза ұстағандарға ғана беріп атырым десе, сен ораза ұстағандарға кірме, Алло дейді, ау, ораза қабыл болсын. Система укол алса бола ма? Болады, бұзылмау керек. Витамин болмау керек, система. Оқыңызшы дейді, оқыдым ғой Макс. Мешітке бара берсе бола ма ауыз ашарға күніге? Не үшін барасың? Үйде тамақ жоқ па? Баня бола ма дейді. Қажеттік болса болады. Мысалы кешке қонаққа бару керексің, үстің бәрі күс-күс сасып атса, бара бер. Бірақ рахаттану үшін түскен сәл жақсы емес. Ораза ұстап күндіз ұйықтаса бола ма? Болады. Болады, бәрі ұйықтайды. Біз де ұйықтаймыз, адамбыз ғой. Ораза қабыл болсын дейді, әмин. 2 күн болды тахаджуд оқыдым, бірақ түнде ұйқы жоқ, шошып оянам, не себеп? Мысалы өз-өзіңе оқы, аят сүрелерді оқы. Тіс жууға бола ма? Беріп кезде жуа беріңіз. Жамбастан цирфазелин салса бола ма? Болады, антибиотик сала беріңіз. Әйелің жатқан керуеттің қатарында тұрып намаз оқыса бола ма? Болады. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйелі жерде жататын еді, тіпті үйдің тарлығы аяғымен ары қарай итеріп қоятын еді, арырақ жат деп оқи береді. Сен өз әйелің ғой, соседтің әйелі емес қой.
Ауыз ашып болып картаға барғандары дұрыс па дейді. Кімнің? Тату харам ба дейді. Салмаңыз. Ораза кезінде қақырық жұтуға бола ма? Құдай сыйлады. Не деген аппетит сенде жаным? Қақырық жейтін аппетиттің ба? Енді оразаны бұзбайды, бірақ макрух әдепсіздік, үлкен әдепсіздік. Күйеулердің дейсің ба? Күйеуіңізді жамандамай қойыңыз. Басқа күйеу жоқ. Қазір күйеуіңді алып, жерден алып, жерге салып, қарға ұрсып, сол саған әбиір бола ма? Жарайды, күйеуіңді оңбаған екен. Несін ашасың оның әбиірін? Саған келер кетер не? Жоқ, құтыламай жүрсің ба байынан? Жақсылығын асырып, жаманшылығын жасырып үйренбейсіз ба? Ұстаса өзі жауап береді, ұстамаса өзі жауап береді, қарта ойнаса өзі жауап береді, оған барса өзі жауап береді. Сізге жақсы күйеу болып беріп жатыр ма? Сені бағып жатыр ма, асырап жатыр ма? Онда соның жақсылығын асырмайсыз ба, алтыным? Ораза күні оны жамандамай. Кредит харам ба дейді. Енді жақсы нәрсе ме не? Қарыз қылып сені өлегенше тәуелді қылып қойса, жақсы система ма? Неке қиясы бар дейді, қиямыз. Ораза кезінде қандай сүрелерді оқыған? Білген сүрен бәрін оқи бер. Класстастарым бәрі тиісіп жатқанда ораза бұзыла ма ораза кезінде дейді. Жоқ, тиіскене бұзылмайды. Бұзылмайды. Қазірден бастап ораза ұстай берсе бола ма? Болады. Ертеңнен, қазір болмайды, ертеңнен болатын шығар. Ертеңге ниет қылды, ұстай бер. Сен айттан кейін 2-3 күн, 3-4 күн ұстайсың, қаза деп. Сәресін ерте іше берсен бола ма? Болады. Уақытынан бұрын іше берсен болады. Бірақ кешіктірген сауап деп айтылады. Пайғамбарымыз айтады, ауыз ашарға асығыңдар, сәресіне кешіктіріңдер дейді. Азан айтқан кезде тоқтаған жақсы болады. Енді сақтау үшін ерте тоқтат дегендер бар. Мұрын қанаса, мұрын қанағандағы жұтсаң, жұтпасаң, мұрын қанайды, ештеңе етпейді. Азат харам ба дейді, әлбетте. Оразада ауыз шаюға болады, ешқандай емес. Дәрет алғанда ауыз шаясың ғой? Жұмыста көп шаң жұтамын, ораза бұзыла ма дейді, жоқ, бұзылмайды. Әдейілеп жұтпасаң болды. Өзің бар, рахаттанып. Шаң жұтқым кеп тұр деп бар, әдейілеп жұтсаң болмайды. Анализ тапсырсаң ораза бұзыла ма? Жоқ, бұзылмайды. Мынандай қағида есте сақтап алыңыздар. Адамның денесінен шыққан нәрсе дәретті бұзады, денеге кірген нәрсе оразаны бұзады. Болды, қағида солай. Оңай болады, жатта қаласына. Моншаға баруға бола ма? Баруға болады. Ескі киімді май, түсінбедім. Темекі иіскеуші, не дейсіз ұстаз? Темекі иіскеген бұзады. Перманент шашын қасын терілген ораза ұстасаң, қабыл осы ұстай бер, перманентіңмен ұстай бер. Сонда укол салса бұзыла ма ораза дейді? Жоқ, уколдың өзінен бұзылмайды. Витамин бол, саған қуат беріп, ана Red Bull сияқты сені қуаттандыратын дәрумен дейді, витаминдер салсаң, онда бұзады. Шейін сала бер, антибиотик бір нәрселерді емделе бер. Әтір сепсе бұзыла ма? Жоқ, болмайды. Жақсы себіңіз, әтірдің жақсысын себіңіз. Духи иіс бұзыла ма? Бұзбайды. Темекі жанынан өтіп иіс кіріп кетсе де бұзады ма дейді? Жоқ, сен өзің барып, әдейілеп, толтырып тұрып, деп тұрып иіскеуің керек. Әшейін өтіп кетті, біреу темекі шегетін біреу екен, даладан шекпелді, немесе өтіп барады, түтіннің иісін сездің, қарама-қарсы өтіп баратыр еді, базарда, тротуарда жүріп келатырың, былай қарай адам жүріп келатыр, екеуің былай өткенде, мынау темекі шегіп баратыр екен, темекісі мұрныңа кірді, или бір бастықтың кабинетіне кірдің, біреудің ішіне темекі шегіп тастаған екен, туалетке, сен кіріп едің, түтіннің иісінде бар екен, енді сен одан ораза бұзылмайды. 24-7 ұйықтасаң, ораза бұзылмайды, бірақ жақсы емес. Тырнақтағы лақ
оразаға қатысы жоқ. Ауыз ашарда толық дәрет алу керек па? Жоқ, ондай әңгіме жоқ. Ауыз ашқанда, ауыз бекіткенде дәретті болсын деген әңгіме жоқ. Дәрет намазға керек, сол неден кейін. Бірақ неде мұндай нәрсе жоқ. Оразадан кейін темекі шегуге бола ма? Оразадан кейін тастаса темекі. Кірсек бола ма? Бетіне май бұза ма, бұзбайды. Орысша түсінесіз бе? Отлично говорю на русском языке. Нет проблем. На нескольких языках свободно владею. Можете задавать вопросы как по исламу, так же по другим вопросам ислама. По другой сфере можете задавать, которые относительно, что я знаю, отвечу. Если то, что не знаю, скажу. Я не знаю об этом. У меня нет такой информации. Поэтому, если есть какие вопросы, если я знаю, что меня смотрят с других наших, с бывших советских государств, то проблем нет. Аминь, баршамызға келіңіздер. Аминь. Қызым кішкене қорқып қалды ма, осы балдарға бір не салып бересіз бе? Мына жерде наиб имамдар бар, сол кісілерге барсаңыздар дем салып береді. Дем салу ма? Дем салу ма? Дем салу ма? Ана кісіге барсаңыздар. Сіз сала алмайсыз ба? Сол кісілерге барыңыздар. Болмайды дейсің. Бұл ше, біз лисенциятта ше, лисенцияға вообще білмейтін. Қорықпаған ғой. Ана қари бар, қари балаға барсаңыздар. Жақсы болып бақпа. Аты кім? Ағзам. Бүгін не бере ма, продукты? Жоқ. Бүгін бермей ма? Жоқ. Мұқтажсыздар ма? Квартирада тұратын едік қой. Біз продуктыны күйеуі жоқ, жағдай жоқ, бай өліп қалған, инвалид, мүгедектерге береміз жан. Мәселе квартирада бүкіл Қазақстан ұлы дала квартирасына тұрамыз. Сондықтан совсем жағдай төмендерге жан. Совсем жағдай төмен. Құлағында алтын сырғасы жоқ, жағдай жоқ, ештеңкесі жоқтарға береміз. Сәресіне тұрмай. Кейін ұйқыдан тұрғаннан кейін дұға оқып ораза ұстауға бола ма? Болады. Тамақ ішпеу керек. Таңғаламда адамдардың құлағында мынандай алтын тағы болады, мынандай емес, мынандай фианит емес, кәдімгі цирконий, бриллиант тағы болады да. Содан жәрдем беріңдерші дейді. Қалай, Қалай ойлайсыздар? Дұрыс нәрсе ма? Енді менде бижутерия менен алтынды ажырата аламын. Біріншіден, екіншіден көрініп тұр ғой. Адам бижутерияны мынайға тақса да мынайға тақпайды. Подряд тағы болады, алтын болып, полный алтын болып. Содан кейін бар, киген киімнен көрініп тұр ғой адамның. Неше түрлі адам бар, Мен сіздерге бір қызық айтып берейін. Мына ет әкеп береді ғой мешітте, кейде анау құрбан шалған кезде мына етті таратып жіберіңізші деп ет алып береді, соны адамдар жинап таратамыз. Немесе адрестерге апарып береміз. Сонда бір апаға өзім мен бүйтіп апарып ет апарып бердім. Соны әже бүйтіп ашады да, мынаның бәрі мойын ғой дейді. Жамбасын алып бермейсіңдер дейді. Сосын айттым, апа, мен қатысым жоқ. Маған берді, мен сізге аманатта әкеп бердім. Мен кім неме береді? Сен айтпайсың ба соны дейді. Ана ақыр беріп жатыр ғой құдайсың. Неге ана жамбас етті бермейді? Неге ол қай бетімен жейді? Айт сен соны дейді. Соны бергенің өкініп кетесің да. Сондықтан мына қарнымның ашқанынан емес, қадырымның қашқанынан жылайым деген осы шығар. Бірақ біліңіздер, мынандай дүние бар. Адам сұраудың есігін ашса, сұраудың, Алла тағала ол адамға 70 мұқтаждықтың есігін ашып береді. Сен мұқтаж емессің, бірақ берші деп сұрадың ба, біреудің қолындағы үміт еттің ба, Алла тағала саған 70 есікті ашып береді қайыршылықтың. Содан шыға алмайсың, сол кредиттен шыға алмайсың, проблемадан шыға алмайсың. Айтайын дегенім, байларға сұратпай беріңіздер.
Бай болсаң, сен сұратпа. Сұратпай тұрып бер. Кедей болсаң, сұрама. Шаман келгенше сұрама. Бұл қағида. Бай болсаң, сұратпа, мұқтаж болсаң, сұрама. Сонда Құдай береді. Дәретсіз ауыз бекітсе бола ма? Болады. Ешқандай мәселе жоқ. Бекіте беріңіз. Байқаусызда су ішіп қойдым. Қарыз оразаға жата ма? Жатады. Байқаусызда дегенді мен түсіндіріп берейін. Көп адам түсінбейді. Мысалы, бет қолың жуып аттың да, аузыңды шайын деп, зубный пастамен немесе әшейін ауыз шайын деп дәрет алғанда, бет түсіп алғанда, жұтып қойдың. Ораза бұзылады, бір күнге бір күн ұстайсың. Ал енді өстімен біреумен сөйлесіп отырдың да, әңгіме айтып отырдың, деді, қызық. Беттің да, мына құйылып тұр екен, алдында тартып жібердің. Мен жаңа не жазып отқан ғой, мақалалар жазам. Сол мақала жазып оттым да, жаңа шашу таратқан бір баланың тұсауын кескем. Содан тұсауын кесіп, шашудан алдым да, мына твикс алдым да. Сон қазір жазып отырып көзім түсіп кетіп, бейтіп ашып, мынаны бет жыртып жібердім. Осы жыртқан кезде ораза келмесіме түсті. Бірақ аузыма салып үлгерген жоқпын, қараңыз. Тап-ете қалдым. Есіме, ораза қой дедім, сразу қоя қойдым. Мәселе сол. Кешке дейін жаңа ішпегенің бар ғой, енді сол кезде есіме түсті де қоя қойдым. Енді осы жерде ұмытып жеп қойса, онда ораза бұзылмайды. Бірақ есіңе түскенде қою керек. Болды ғой деп бұра берме. Боянып намаз оқуға бола ма дейді. Мәселе боянуда емес, мәселе дәрет алған кезде су өтпеуінде. Мысалы, бетіңізге макияж жасадыңыз, майкап жасадыңыз, майкапта су тигізбейсің, су тигізсе су өтпейді. Яғни теріге су тию керек. Теріге бетті жуу парыз. Құлақты жуу парыз емес дәретте. Бетін жуу ғана парыз. Мына бет дегенде мына шаш өсетін жерден басталады. Содан былай алып отырып құлақпен, мына иекпен осы жерге дейін жуу парыз болады. Егер сен жумасаң, онда осы жерде су тимесе, онда дәрет өтпейді. Мысалы, крем, мысалы айтайық, основаны, қыздар жақсы біледі, основаны қалың жағып, основаның үстіне тағы да тоналка жағып, оның үстіне SPF жағып, оның үстіне жаңағы пудрит етсең, сол кезде жаңағы барлығының қалыңдығына су өтпесе, онда дәрет жоқ болады сенде. Саулығыңызды тіледік дейді. Рахмет. Алла разы болсын. Рахмет леди қарындасым. Рахмет, Алла разы болсын. Сізге Абай деген жігіт сәлем айтып жіберген. Жақсы. Алла разы болсын жаным. Таныдыңыз ба? Қай Абай екенін білмедім. Водителіңіз болған. Абай, водитель? Алматыда, Панфил жақта. Менде водитель болмаған ол жақта. Водительге шамам жетпеген. Мүмкін тасқан шығар, әрбір бір-екі рет барған шығар. Уалейкум ассалам, Алла разы болсын. Рахмет. Сәлем айтыңыз. Намаз оқымаса, бірақ ораза ұстаса қабыл болсын деп айтып үйреніңіздер. Намаз оқымаса айттық оны, оқырсын сол адам. Бірақ бәрібір оразаны қабыл болсын деп айтамыз. Дарат бар мезгілде бойынып алса болуы. Ова болады да. Андан кейін ошо аялдық белге келген малда дарат алынбайды да, ошо малда деле боянса болады. Мисалы айтайық, сен даратынды алдың, андан кейін боянып алып, магазинге, қонаққа, қай жерге барсаң, ошо жерге барып келгенің, дарат қайрылы бұзылғанша, ошо макияжың эмне бар, бардығы тура берет, ал бұл ештеңе деле болбойт. Bizim de адамдарыбызда ошондой билиш керек ки, тиги дараттың эми мо тырнак, андан кейін ошо жасанба болады го боёктор. Ошо бардыгынын бәрін тиги кылганда суу тийиш керек. Суу тийбесе болбойт. А эми даратыңды алып, андан кейін боеп алгының жакшы жүрө бергиз. Намаз окумаймын деп айттык. Аны айттык окумаганыңызды. Жакында анам өмірден озды. Түсіме жиі көріп жүрмін. Дұғада болыңыз. Зиянды жерде жұмыс істейтін едім. Ораза ұстамауға бола ма? Өміріңізге қауіпті болса болады. Таң намазын қателесіп оқыса бола ма? Қалай қателесіп? Егер қате оқысаңыз, иншалла түзеледі. Бастай беріңіз. Бастамаған болсаң, үйренгенше бастай беріңіз. Бар білгеніңмен оқи бер.
Құсылсыз ораза ұстауға бола ма? Сауабы көп азаяды, бірақ ораза ниет қылуыңыз керек. Ауырып жүріп ораза ұстаған дұрыс па? Емделген дұрыс. Ауырып жүріп сен одан да ауырып өліп қалғаннан пайда жоқ. Өмір сүргенің керек бізге. 10 минут ерте жабуға обязательно ма дейді? Жоқ, ондай обязательно деген жоқ. Стекей жұтса ораза бұзыла ма? Бұзылмайды, жұта бер, біреудікін жұтпа. Оразада қандай зікір айту керек? Білген зікірді оқы, бірақ зікірлердің зікірі Құран болады. Сырым дейді. Қандай жақсы тәрбиелі әңгіме айтып отырсың, осыны көрген қарындастар, кішкентай қыздар, сенің өзіңді сауатсыз жазасы, сауатсыз екесің, бірақ енді десе де түріңді көрейікші өзі. Бүкіл қазақ көрсін, бәрі көріп отыр ғой. Сырым дейді. Мамаң көрсін, ата-бабаң аруа көрсін, жақсылап скриндеп салып қояйық сені. Бәрі көрсін. Кімге не жегізіп жатқаныңды оразада. Құдай қаласа жақын арада жеп қаласын. Мамалар, кішкентай қыздар отыр. Кішкентай қыздар отыр. Әлі школьницада түк білмейді. Солар сені естейді. Қандай жақсы тәрбиелі жігіт. Қанша адам қарғы соқып отыр қарашы саған. Қанша кішкентай балалар атыңды айтып тұрып, қандай қой деп жатыр. Осылардың біреуінің қарғысы тисе не боласың? Ұзаққа бармайсың ау. Баяғыда бір бұзық баланы көрушім, қой дегенде қоймайтын. Сонда түрмелерге жиі барам, кездесуге барсам, түрмеде келіп амандасады. Мен есіңізде ме, бәлемін ғой деп, ой. Сондықтан сана берсін. Ондайлар болады. Кішкене мамасы қолдан түсіріп алған балалар ғой енді. Ештеңе етпейді, Құдай сана берсін. Ондай иттерге қой деп айтуға уақыт жоқ бізде. Кеттік. Ары қарай тахаджудты оқысаң, сосын оқымай кетсең, Рамазан айынан кейін күнә бола ма дейді. Негізі тахаджудты оқу міндетті емес, 5 уақытта парыз емес қой ол, тахаджудты оқысаң сауап аласың. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуһу. Бесіктен баспен түскен бе? Жоқ, бесіктен түссе ондай болмайды, удары ше, әсері. Мынандай сөз жазғанға қарағанда қолдан құлаған ғой. Бесіктен бас түссе көрініп тұрады, просто көп күле береді, ыржыңдай береді. Ол кішкене бөлектеу оның диагнозы. Мынау прям қолға көтергенде қолдан сырылып түсіп кеткен ғой. Мына высотасы сәл жоғарырақ, бесіктен жоғары. Көрініп тұрады өзі. Белгісі, әркімдікі әрқалай. Аузым толық, аузым тұтық, қайсы укол алып атырман, оразам бұзыла ма дейді. Ораза тұттық, қайсы укол алып атырман. Витамин алсаң бұзылады жақ, егер витамин алмасаң бұзылмайды. Намаз оқымай ораза ұстаса қабыл бола ма? Қабыл болады деп айтамыз. Никах істегенге сізді шақыруға бола ма дейді. Өзің қыз екесің, Алияш? Сауатты жасаш, істегенге деген не деген сөз? Никахта істемейді. Сауатты жазыңыздар. Біздің өз тіліміздің бітшін шығарсаң сен, неге істеді, екен істеді деген, неудобно істеді деген құлаққа. Шақырсаң қиып берем. Бірақ мені шақырып, мені уақытын алғанша, екеуін келесің, екеуін қиып берем. Закспен кел. Рахмет, жақсы ниет жазып атқанға, жақсы ниетте отырғандарыңызға, анау подарка жіберіп лайк басқандарыңызға, мынау эфирмен бөлісіп отқандарды көріп отырым, поделился деп шығып жатыр. Рахмет, Алла разы болсын. Қай мешітте отырасыз дейді. Рыскелді қажы мешітінің бас имамы мен Астанада. Жасым 16-да дейді. Ораза ұстағым келеді, бірақ әке-шешем рұқсат бермейді дейді. 16-да сен уже паспортың бар сен жігіттің.
Әйелім намазға келу үшін дейді. Не істейін? Бұйырайын ба, әлде өз келем ба дейді. Бұйырғанда бейті, слушай, повинуюсь істеп келейін деп тұрған қатын еді ол. Бұйырып атсыңы өтпей жатыр ғой. Сен өзіңді бұйыр жіберейін деп тұр әйелің. Сондықтан әйелге бұйырғаннан келмейді әйел. Әйел жұмсақтықпен түсіндіріп, жақсы ер болып, көңілін тапқаннан, Алладан сұрап дұға қылғаннан келеді. Яки болмаса жақсы ер болып, содан кейін өзгерсең, жақсы жақа. Біз намаз оқыған сайын тоқал алам деп емес, намаз оқыған сайын сол әйеліңе дұрыс қарап, мейірімді болып, балаларына дұрыс қарап, қолындағысын алып, тамағысына жәрдем берсең, ол өзі-ақ келеді. Құдай жүрегіне мейірім салады сөйтіп. А сен тұрып алып, я тебе приказывай деп, сен Сұлтан Сүлеймансың ба, кімсің сен? Бір қатынға шаман келмей жатыр, еще бұйырайын ба деп қояды. Бұйыратын кімсің сен? Корольсің ба? Қазақстан президентсің ба не? Бұйырам саған деп. Пошел вон дейді, басын батырмаш дейді. Кетшей бар дейді. Солай. Бұйырғанда өтіп жатыр ма? Сондықтан солай. Бұл жараспайды маған осы. Түркістанға қашан келесіз? Түркістанға енді оразада шыға алмаймыз. Біз өзімен жуырдаған Америкадан келдім, білесіздер, көрдіңіздер. Америка құрама штаттарында үлкен шараға қатыстым. Одан кейін Оскар сыйлығын алдым. Әлемдік музейге қойып қойып едік. Соны көрсетейінші деп едім сіздерге. Неде тұр. Бұйырса енді Монғолияға шақырып отыр, содан кейін Өзбекстан, содан кейін Африкада үлкен бір шара болады бұйырса, сол арқылы бір сапарларын күндерін белгілеп жатырмыз. Жараспайды осы маған, осы мұртымен. Пітір садақа қашан беріледі? Оразада жағдайы жоқ, мұқтаждарға берсеңіз болады. Монғолияға көп шақырып жатыр, бұйырса барамыз. Аға деймін, укол алса бола ма битке дейді. Қайсын аласың? Гиалуринка ма, қайсын аласың? Кислота аласың ба? Қайсысы? Бәрі білем. Сала бер, гиалуринка оразан бұзбайды. Бетке салған лифтингке салынатындар да оразаны бұзбайды. Негізі салса ешқандай шариғат қарсы емес, өйткені адамның өзінің табиғи әжім басуын, әжім болуын салып кетірсе ешқандай мәселе. Ботокс мәселесінде талас бар. Ботоксты үлкейтіп ерінді осылай істету шариғат рұқсат бермейді. Жалпы мынау беттегі нәрсені тартып қойғанда тұрған ештеңе жоқ. Кейбір адамдығы салбырақ болады, үстіңгі терісі түсіп кетеді, блефаропластика дейді, енді ол қажеттілік болады, қажеттілік болған үшін болады. Мақрата бұза ма, бұзбайды. Зекет пен пітір. Анализ тапсырса бола ма? Болады. Сіз қажылыққа бардыңыз ба дейді. Мен группа алып барып тұрамын, ұстаз болып, барлығын апарып көрсетіп, қажылығын жасатам. Жылына бірнеше рет. Оразада ауыздан бөлінген сөл жұта берсе бола ма? Болады. Жинап жұтпадайын, жұтыңын көп. Сізге неке қидарғың білет дейді. Қабыл болсын. Иншалла үйленіп, қиямыз, тұрмысқа шыққам. Зекет пен пітірдің садақаның не айырмашылығы бар? Зекет екеуінің нисабы негізі бір болып келеді, бірақ зекет жылына бір рет беріледі, Рамазанында пітір садақа беріледі, зекет айналымда дүниеден беріледі. Зекет дүниені береді, дүниені тазалау деген сөз, пітір жанның садақасы. Солай түсіндіріп берейінші. Ұшыр деген бар, ол егіннің зекеті. Жүкті әйел ораза ұстай бере ме? Денсаулығы күткені жақсы. Бірақ аяғы жүкті болып, құтырып, сәсеттерімен ұрысып, абысындармен жұлысып, акиматқа барып, айғайлап, базардағылармен ұрысып жүрсең, лучше ораза ұста. Зекетті мөлшері бар ма? Бар. Өзіңнен қалған дүниенің, артық дүниеден 2,5% бересің. Сәлеметсіз бе, түсімді жөріп беріңізші, күшті түс көрдім, өтініш жақсы.
Sprite деген болса, Меккеге бару неше теңге? Бәрі қалай? Условияңа байланысты. Қандай пакетін аласың? Қымбат пакет, арзан пакет. Айырмашылық неде? Айырмашылық тамағында. Қай тамақты ішесің? Александр, қай тамақты ішесің? Қандай тамақ ішесің? Қай жерде ішесің деген әңгіме. Содан кейін гостиницада жатасың. Қандай гостиницада жатасың? 4 жұлдыз, 3 жұлдыз, 2 жұлдыз, вообще жұлдызы жоқ. Пансионат сияқты жатсаң, кете береді. 500 мың теңгеден басталады да ұша береді. Барлық жерде мені машина алып жүру керек, Escalade деген күшті машина алып жүру керек десең, төлейсің, алып жүре береді. Жоқ, мен жаяу жүремін десең, арзан болады, бара бересің. Самолетта бизнес классқа отырасың, қымбаттау болады. Арт жағына туалеттің қасына отырсаң, арзандау болады. Пойыз сияқты. Асылым, бұл ма? Қандай мәселе? Ассалаумағалейкум. Тамам. Ертең молыс болсыз? Иншалла. Соның кесіп. Жақсы, алып келіңіз. Қазір сіз бұл жерде мош емесіне ашпыз осында келсе айырым ештеңке болыпты. Бәрі үйде. Алып келіңіз, осына мол, ертең алып келемін. Түске дейін жақсы болады. Қарауылық жеңесін. Мына жақта. Жақсы. Намазды оқып жүріп темекі шегуге бола ма дейді. Негізі болмайтын, сен де білесің, бірақ бұл жерде түске дейін. Түске дейін. Бірақ біреудің темекісін аңдымай, біреудің темекі қоя алмай жүр ол. Сен оған жәрдем берейік, давай темекі шегіп жүрген адамды, ой, сенікі қабыл емес деп, оны шұқығанда пайда жоқ бәрібір. Давай оған жәрдем берейік сен екеуміз. Давай жәрдем берейік. Қоясың, сен молодессің, сен қойыпсың, сен намаз бастапсың, сен молодес, мен сен таңғалып отырмын деп соған жәрдем берейік. Жақсы болады. Намаз оқып жүрген жігіт дейді. Контр ойнауға бола ма? Counter-Strike? Намаз оқып жүрген адам Counter-Strike ойнамасын, уақытты босқа кетірме. Пайдалы нәрсеге жұмсау керек. Көп түкірсе ашылып кете ме дейді. Жоқ, ашылып кетпейді, бір әдепсіздік болады. Дәрі ішу оразаны бұза ма? Бұзады. Жәрдем беріп жіберсе қояды сигаретінде. Дұрыс айтасың. Жақсы адам. 5 күн қарызы бар, с прошлого года ораза ұстап кеттім, өтемей нормально. 5 күн тұра береді, ұстай бересің. Мұрынға себуге бола ма спрей? Болады, бірақ ішке кетіп қалмау керек. Емізу болсам, ұстасам бола ма? Болады. Сіздің жекеңізге жазсам оқисыз ба? Жоқ, оқи алмаймын. Инстаграмда ғана оқимын, оның өзін кеш оқимын, ал тиктокты мүлде оқи алмаймын. Қарыз болса зекетті төлеу керек пе? Жоқ, қарызыңды бер. Аузыңды еті жапса бола ма? Болады. Бірақ бәрібір уақыты кірген кезде жабылады ол. Сен жапсаң да ол кезде жабылмайды. Уақытысы кіргенде жабылады. Өйткені ораза минәл фәжри иләл мағриби, таңның атысынан кештің батысына дейін. Кеш болған кезде ауыз жабылады, ашылады. Таң болғанда ауыз бекітіледі. Номерді берші дейді. Қалай берейін? Жаз 8701 деп бәрі дейін ба 1000 адамға? Қалай айтайын номерді? Мен номерім мынау деп айтайын ба? Қалай дейін? Жоқ, шетіне бейт көстеймін, мен номерім мынау деп. Қалай дейін? Қатырасың сен. Осылай жазғанда кішкене өзің ойласаш, осы жазсам қалай береді екен маған деп. Сәлем бердім дейді, алейкум ассалам. Жоғарға жазып қойын ба? Звондамаған деп па? Каспий салып жібер деп па? Азанда сәреске ұйықтап қаппын, ештеңе етпейді. Жалғастырып ұстай бересіз. Мен тек қана Инстаграмда ғана шығам. Таңға енді тиктокқа көп уақыт бола бермейді. Сол тек қана бір жақты болсын деп неге ғана шығам. Инстаграмда таңға сағат 4:30-да, сол таң 4:30-да қосылсаңыздар естейсіздер біраз.
құлап көпшік шығып кетті. Оразаға бір күн қалғанда ораза ұстасам бола ма дейді. Болады, көпшіктің қатысы жоқ қой оразаға. Көпчик пен оразаның қатысы жоқ бір-біріне. Они не соприкасаются. Көпчик вообще төмен жақта, ауыз ораза жоғары жақта. Солай. Түкірікті жинап жатса ораза бұзыла ма? Бұзылмайды. Әдепсіздік деп айтады, бірақ бұзылмайды. Мұртты алу керек па дейді. Иә, ауызға түспеу керек мұрт. Әдепсіздік болады. Адам денесінде 3-4 әдепсіздік макрух бар, соның біреуі осы мұрт. Сонымен бірге мына кейбір жігіттерде жоқ, үлкен кісілерде мұрт мына жағынан бет шығып тұрады, оны да алу керек. Мына құлақтың шетіне бет шығып тұрады, оны да алу керек. Қолтығын тазала жүру керек. Мұсылман адам жалпы өзі таза жүреді. Тырнақ ол да әдепсіздік саналады, оны да алып жүру керек. Саулығыңыз тіледім дейді. Рахмет алтыным. Алла разы болсын. Алла сіздерді сау қылсын. Сіздер аман болыңыздар. Ұлтымызға қызмет ететін сіздер аман болыңыздар, жастар. Блефаропластика қажеттілік болу керек. Егер мына тері түсіп көре алмай бүйтіп көтере алмасаң, онда болады. Бірақ өздігінен көзімді ашайын бадырайтып мынандай қылып алайын десең, ол күнә. Или құлағың мысалы, құлағың совсем мынандай міне елдің бәрі күліп мазақтап, бәрі жүре алмайсың бүйтіп. Сонда болады, айтпесе болмайды. Дұға сәресін ішіп дұға қыламыз ба, ішкенге дейін дұға қыламыз ба дейді. Екеуі де болады. Ішіп атқанда да дұға қыла бер, ішіп болғаннан кейін де дұға қыла бер. Артық болмайды. 5 рет жаздым қойды. Мен 6-шысында оқыдым. Сарғыз. Аккаунтыңды оқып қойды мен. Дұшқа түссе бола ма? Болады. Сақ болыппыз. Неке қиюға бола ма дейді. Осы сұрақ па екен? Ой, сарғыз ау. Болады, конечно. Күйеуге шықсаң болады, келесің. Қиып береміз. Ассаламу алейкум ұстаз. Тахаджудқа тұрғанда қанша ракат оқу керек? 8-ге дейін, до 8. 8-ге дейін оқисың, 8-ден көп оқу болмайды. 8-ге дейін оқисың. Аузын аяқ ауыр кезде ораза ұстамаса қарыз бола ма? Өтеу керек па? Өтеу керек. Қарыз болады, кейін өтейсің. Баланы емізіп болғаннан кейін, 2 жылдан кейін өтейсің, мойында тұра береді. Қарыз болып. Больницада ораза ұстауға бола ма? Больницада ұстаудың қажет жоқ. Больницада емделіп шық, жаным, содан кейін ұстайсың. Больница ол саған кешкі ауыз ашарға тамақ келіп, ол жерге тамақ қоятын жер емес. Сондықтан ауырып жатсың ба, емдел, сол дұрыс. Ай көргенде қарыз бола ма дейді. Қарыз болады. Сол тазарғаннан кейін сол қаншаны ұстай алмадың, соны ұстайсыз. Егер законно ажырасса, бірақ талақ айтпаса, түсеме талақ семья бұзыла ма дейді. Бұзылады. Кейбіреулер өтіріктен мемлекетті алдап, законны ажырасып алады, через сот, бірақ екеуі бірге тұра береді. Бұл мемлекетті алдау, бұл халықты алдау, бұл түбі талақ. Егер талақ, сот, судья талақ бересің ба дегенде қол қояды, да, я развожусь деп. Соның өзі талаққа түсіп кете береді. Алдамаңыздар, адамның тағдыры ойыншық емес ол. Мен бермейін, жоқ, сен бермесең де, ойнап қалжыңдап айтсаң да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, 3 нәрсемен қалжыңдалмайды. Неке, талақ, одан кейін адамның өмірі айтақ деп айтылады. Жаңағы құлдықтан азат ету. Осы нәрселермен ойнама сен. Ойнап талақ десең, бір талақ түсіп қалады ортаң. Ажырасам деді ме, сот ажырасасыңдар ма деді. Ажырасам деді, қол қой деді. Қол қоясың ба бәрібір. Қол қойғаның сенің талақ бергеніңді қабылдағаның болып некең бұзылып кетеді жаным. Ойнама ол талақпен. Кейбіреулер үйден үй алам, квартира алам, бір бәле қылам, алдап тұра берейік деген сияқты. Жоқ, ондай болмайды. Алдамаңыз ешкімді. 5-ін оқымайсыздар ма дейді. 5-ні қашан оқып тастадық біз жаным? Қазір 2 болды. 12 жарымда оқып тастағанбыз оны. Қазір 2-ні тоқиын деп жатырмыз. Мен сізге мешітті көрсетейін ба? Қазір көрсетейін мешітті. Флип камера, я? Мынау мешіттің іші.
Hadi otursun ama. Assalamu alaikum. Qalайсыз? Assalamu alaikum. Ne oldu? Berdaş bak. Жақсы. Мешіт осы. Мешіт осы. Әлемдегі жалғыз мешіт күннің жарығын алып электр қылып беретін эко мешіт деген Астана қаласында әлем бойынша жалғыз мешіт. Осы мешіттің мен бас имамымын. 3 жыл болды. Бұның алдында Алматыда бас имам болдым, Алматы облысында, одан кейін оның алдында Ақтөбе облысында бас имам болдым, оның алдында Шығыс Қазақстанда бас имам болдым, оның алдында Ұлытау облысында бас имам болдым, Қостанайда істедім, Жамбыл облысында істедім. Қазақстанның барлық аймағында имамдық қызметім өтті. Свеча клизма жасаса бұзылады. Клизма болады, одан кейін клизмадан кейін спринцование ол да бұзады. Сіз сопысыз ба дейді. Жоқ, соп емеспін. Сізді жамандап жүрді. Ой, жамандай берсін. Сол уақытым жоқ солармен алысатын. Анаған енді айтады да енді. Ауыз қышығаннан кейін айту керек те енді. Сөз десең тауа бересің. Ана бүйтіп айтқан, бүйткенде сөйтіп айтқан, бүйткенде бүйтіп айтқан. Мен бір 10 күн бұрын Меккеде болдым. Сол Вашингтоннан, Американың астанасы Вашингтоннан Меккеге ұштым. Қазақстаннан барған группаны күтіп алып, соларды қажылығын жасаттым. Сонда Меккеге барғанда, Меккеде бір жігіт келіп қолымды алды. Группада жүрген бір 100-ден аса адам болды. Соның біреуі келіп қолымды алды, әйелімен келіп, былайырақ жүріңізші деді. Айт, не болды, сұрағымыз бар еді. Бір нәрсе айтайын деп айтты. Қолымды алып айтады. Аға дейді, біз сізді білмегенбіз дейді, сыртыңыздан көріп, жаңа бір нәрселерді көріп, біреудің айтқанды естіп, бір әбден артық сөз сөйлеп едік, бізді кешіріңізші. Мына қасиетті жерді басып тұрып, Құдайдан ұялып тұрмыз сізді көріп, кешіріңізші бізді дейді. Қандай жақсы. Мен айтым ешқандай ренжішім жоқ, бірақ біз мұсылманда бір-бірінің артымыздан ондай сөйлемеуіміз керек. Мұсылмандық деп соны айтады. Егер сізге, сіздің ұстазың, сенің кім боласың, жүрген адамың біреуді жамандаса, онда оның проблема ол жамандаған адамында емес, сол жамандап тұрған ұстазыңда болады. Имам Ағзам, біздің баршамыздың Абу Ханифа ешқашан ешкімді жамандамаған. Ол кісінің өмірін оқысаңдар, даже дұшпандары болған ол кісінің, дұшпандарын жамандамаған. Не істейсің енді, адам пенде айта береді, әркімнің аузын жабамыз ба? Жабамаймыз, айта берсін, не істейміз енді. Біздің уақытым жоқ оған. Алысып, сен бүйтіп айтсың, мен бүйтіп айттым, ау деп айта берсем, бір-бірімізді шұқи берсек, біз кім боламыз? Ол төмен түскен адам болса, мен төмен түспей қояйын. Қолынан келгенше ол қызмет жасасын, мен қызмет жасайын, бәріміз ұлтымызға қызмет жасайық та, балаларымыздың, жастарымыздың жақсы, тәрбиелі, жаңағы білімді, саналы болуына үлес қоса берейік та. Мақсат сол емес па? Жоқ, мақсат бір-бірімізді доказать ету керек. Мен күштімін де, сен күштісің, сен күштісің де, мен күштімін деп. Күшті болғанын айтайын, бір пайдаң жоқ. Не ұлтқа пайдаң жоқ, бір-біріне жамандап, ана-анаға салып үре бергеннен басқа ит сияқты. Үргендер үріп қала береді, біз не істейміз? Қызметімізді жасай береміз халқымызға. Үргендер үре береді. Мен айтқан жоқпын ғой. Егер мен айтсам жарасады, тек қана мен тыңдаңдар, басқа ешкімді тыңдамаңдар, бәрі оңбаған, тек қана мен тыңдаңдар десем, айтуға болады. Жоқ, қайта бәрін тыңдаңдар. Ұстазбын деген, ұстазбын емеспін, әулиемін деген бәрін тыңдай бер. Мүйізі қарағайда сұмдықтар көп бізде. Мен айтсам жаңадан келе жатқанда да бүйтіп жақындатып қоям, болды. Сол. Сізде қандай марка машина дейді? Китайский. Молдардың машинасын сандама, қытайский машинамен жүрем. Өзімнің машинам китайский. Джак. Ең арзаны. Оны бір кісі сыйлаған. Мұрын қанаса ораза бұзыла ма дейді. Сіздің муфтият ұстаздар жаман. Олар муфтияттың ұстаз емес. Ешқандай муфтияттың ұстаз. Мен муфтияттың бірден бір мүшесімін. Сол муфтиятты құрылғандардан мен Ратбек қажы мен тікелей ұстазым. Өзім менде видео ұстатыр көрсеңіздер. Менің шәкіртім дейді. Сондықтан оларды жаңағы муфтияттың ұстазымын деп жүргендердің муфтиятқа Ратбек қажы муфтиге қатысы жоқ. Тікелей менмін. Мен егер жамандасам, мен мынадай мешітте бас имам болмайтын шығармын. Қалай ойлайсыздар? Енді пенде ғой, қызғаныш болатын шығар, адам бәрі.
Өздері жұмыста жоқ, содан кейін отырып сөйлей береді енді аузына келгенде. Білдей бір үлкен бір мәшті Қазақстанда 3 облыста үлкен ірі облыста бас имам болған. Қазақстанда қазір бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы және мен, басқа ешкім болмаған. 3 облысқа ешкім болмаған әлі. Бәрі бір-екі облыста құлақпағандар бәрі. Соның іштері күйіп сөйлей береді де, адам ғой енді. Ешқайсыдан. Бірақ имамдар мен туралы сөйлемейді. Бәріміз әріптеспіз. Енді ішінде бір-екеуі болады, жыбыр-жыбыр еткендер. Пенде ғой. Оразада жақсы сөз сөйлеуіміз керек бір-біріне. Сендер бір-біріне қайрамаңдар. Сен туралы бүйтіп айтты, мен туралы бүйтіп айтты. Не керек? Саған керек. Айтамыз, қалады ол біздің ортамызда. Солай, бірақ айтпау керек ондайды. Білімсе мен айтпаймын ешкім туралы. Айттым ба? Біреу туралы, анау туралы ешкім туралы айтпаймын. Айтқандар айта берсін. Оған уақытым жоқ. Солай, сіздер де сондай болуға шақырамын. Шашы әлі ағарған жоқ әлі. Қайда әлі? Оразада құлаққа су кірсе, ораза бұзылмайды. Мұрынға кірген нәрсе ары қарай кетіп жұтсаң бұзылады. Егер кетпей, мейде тұрып қалса, онда шығарып тастасаң бұзылмайды. Тұмар таққан дұрыс па? Тұмар тақпай қой. Тұмардың ішіне не жазылады? Тақпай қой. Тұмардың ішіне не жазылады? Тұмардың ішіне аят сүре жазылады. Құранның ішіндегі сүннетте яки болмаса келген дұғалар жазылады, иә? Осының ішінен алып жазады. Енді сен оны білмейсің. Просто мойныңа іліп ағасың бүйтіп. Құранның өзі бүйтіп іліп алды, жүгіріп жүріп, не пайда? Бұл жүрекке кіру керек, бұл амалға асу керек. Сонда пайда береді. Мойнынан пайда жоқ. Некемізді қиып бересіз бе? Қиып берем. Қаншадасыз? Имам мен қыздардың жасын сұрауға болмайды. Нешедесіз дейді, айттық. Үкі отқа май құю ширк бола ма? Үйдегілер істейді дейді. Сен үйдегілерге алыспа. Үйдегілерге Құдай өзі хидаят берсін. Сен үйдегілермен бауыр бол. Үйдегілерді маған жамандап, туысқандарыңды. Маған жамандағаннан сен басқа туысқан табасың ба? Әкесін жамандайды бір бала маған. Мен саған папа болып берем ба? Айдалаға досың айтасың, досың саған папа бола ма? Айдалада ұстазға айтасың, үйіңді жамандап, ағаң жамандап. Сол ағаң саған ұстаз бола ма не? Жоқ, саған бауыр, әке-шешеден артық ешкім жоқ. Сондықтан айналдым сол. Сен ата-анаң отқа май құя ма, майды отқа құя ма, олар өздері біледі, сен жақсы аралас. Әке-шешең айтқан істе, аралас. Әке-шешеңнің қарсы шығуға болмайды. Олар сенің басындағы тәжің. Сен қуансаң, семен қуанады. Сені өмірге келтірген адам сенің басындағы тәжің. Анау теріс интернетте айтылып жүрген уағыздардың, кейбір ұстаздардың айтып жүргендері қате. Әке-шешеңді тыңдама, шариғатқа қарсы айтса тыңдама деген сөз жоқ. Тыңдау керексің. Басқа ешқайсы ұстаз саған әке-шеше болмайды. Ешқайсысы. Бір тиын бермейді саған. Қарызға батса да осы балам жақсы киінбесе екен, балам алды болса екен деп, қызым жақсы болса екен деп, сенің құтырып жүргенің соның арқасы. Сондықтан мен ана студенттермен кездескенде кімнің ата-анасына мәмілесінің қандай екенін білем. Маған ата-анасымен келгенде сразу білем. Қайдан білем айтайын ба? Ата-анасымен қандай мәміледе екен сұрайым. Телефоныңды көрсетші деймін. Телефоныңды көрсетші маған деймін. Соның телефоным мынау дейді. Телефоным мынау менікі дейді. Жақсы, сен телефоның ба? Менікі дейді. Жақсы, сен телефоның ба? Мен телефоным. Онда сен әке-шешеңді сыйлайсың. Қалай? Өйткені сыртына чехол кигізгенсің. Ата-анасын сыйлайтын адам телефонға чехол кигізеді. Неге? Өйткені бағалайсың. Мына сынып қалады, қадірлейсің. Маңдайың тапқан сенің ақшаң емес, ата-ананың ақшасы. Соны бағалаңыздар. Оразада ән айтуға бола ма? Күшті болады. Жарапазан айтқан ел емеспіз бе біз? Сондықтан тыңдау керек. Жақсы, маған кісілер кеп тұр екен, намазына уақыт жақындап жатыр. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Күнде ертең таңғы сағат 4:30-да Нұрлан имам деген инстаграмға қосыласыздар. Сол жерде тікелей эфир болады. Одан кейін күнде кешке ауыз ашардың уақытысында Астана уақытысымен телеканал Жібек жолынан тікелей әрдайым ораза қабыл болсын деген 30 күн тікелей теледидардан шығам. Қазақ радиосынан әр жұма күні 9:20-да жұмадан жұмаға деген бағдарламаны жүргізем.
Киелі кеңістік деген бағдарламаны сағат 10-нан 11-ге дейін жүргізем Жібек жолы радиосында. Сондықтан менің сіздерге ұлтымызға жасап жатқан еңбегімнің бір четі, бір қыры ғана осы. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, жақсылықта болыңыздар, бақытты болыңыздар.